Оны қазір шығамыз сосын ше көреміз. Бауса ханым мен Жасминде жаңа бір сөзім қалып кетті да, менің үміткеріме жазып жүр екен. Жасмин сіздің үміткеріңізге? Иә, алдыңғы жолы эфирда орысша сөйлеген еді ғой. Сонымен кішкене Ера ұятқа қалып кеткен жағдайға қалды ғой. Сон қайта-қайта кешір деп жаза береткен. Маған бірінші күн айтты, Ера, мен ответ қайтарған жоқпын, аяқ қайтарғым келмейді деді. Сосын қайта-қайта маған жаза бергеннен кейін, жарайды, ренжімеймін деп жаздым дейді да. Сон мен сұрайыншы деген едім, не үшін халықтың алдында кешірім сұрамайды екен да, былай жекеге барып кешір мені деп. Ол қалай болады екен өзі? Жоқ, если халықтың алдынан болса, халықтың алдынан деле кешірім сұрайтын едім. Просто мен аған түсіндіріп айттым, мен қайта-қайта емес, бір рет просто жаздым, түсіндіріп айттым. Мен деген просто 2 күн қатар үміткерлерге қазақша сөйлегенде мен бетім қайтарып салған болатын. Заринаның үміткері, сосын Айнұрдың үміткері, ой, түсінбей қалдым, түсініксіз деген сияқты. Сол нәрсе мен былай ішімде қалып кеткен да, мен жылап қалғам, 2 күн қатар жыладым. Сосын сол эфир күнінде жылап, как раз сол айтатын кезін алдында мен жылап отырғам ғой. Жоқ, Аягөз. И сол кезде деген мен рұқсат сұрадым ғой, орысша айтсам бола ма деп, давай деді да, сосын айтып салдым. А мен алай сөйлейді екен білмегем. И сосын мен 2 күн мен деген өзім бұрында ағылшынша үйреніп жүрген кезде маған ешкім солай сөйлемеді, былай мен мазақтамайтын еді. Мен сол кезде просто мазақтаған сияқты болып қалдым да. И сол нәрсеге мен кешірім сұрадым. Анткени сетьте дағы, инстаграмда дағы сол нәрсе мен болып кетті. Мен аны түсіріп салғандай болдым. Сол нәрсеге мен кешірім сұраған болатынмын. Ал нәрсені сізге айтайын деп мен ұмытып кеткен екенмін. Сосын Бауса ханым енді кешірім сұрағанда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Сен просто Расулдың шығып кеткенде ішің ашып отырмай, әлде маған сөз салып тастағанда бір ішің күйіп қалды ма, қызғанып қалдың ба, білмеймін ғой. Енді сырт жақта көп әңгімелер естіп жатырмық қой. Мен қазір айтатын болсам, бұл жерде басқаша сөйлесіп кетеміз да, Жасмин. Сол үшін сенің бір араласатын орның емес деп ойлаймын. Жоқ, Айда, қалай әңгіме істеп жүрсің сен енді? Оны бір уақыт келгенде өзіңе айтармын, осы жерде эфирде. Жарайды. Жоқ, Айда, сіз енді басын бастайды екенсіз, елге айтады екенсіз. Сыртта ойымызға келіп жатқаны қазір Расулмен Айда сөйлесе ма деп ойлап жатырмыз. Айда деп қой. Жоқ, Расулдың тарапынан мен естіген жоқпын, Бауса ханым. Мен сырт жақтағы енді бұл қосылайыққа қатысы жоқ. Бір кісіден естідім, то что Расул мен Жасмин әлі күнге дейін сөйлеседі деген. Сондай әңгіме естідім мен. Естіпедіңіз, Жасмин? Мен ал нәрсені естіген жоқпын. Просто екеуміз все еще сөйлеседі деген нәрсені пусть сол адам келсін дағы, пусть докажет мына жерден келіп. Ол қосылайыққа қатысы жоқ адам болғандықтан мен ол адамды заставлять еткім келмейді мына жаққа келуге. Және де ондай бір көрсететін де доказательство